Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Экономикалық теория пәнінен келесі тақырыбымыз нарық механизмі, сұраныс, ұсыныс, баға және бәсеке категориялары, нарықтық жүйенің қызмет ету механизмі. Нарық механизмі дегеніміз нарық жүйесіне кіретін негізгі үш элементтің өзара қатынасы және тәуелділігі. Бұл категорияларға жататындар баға, бәсеке және сұраныс пен ұсыныс арасындағы өзара қарым-қатынас. Енді әрқайсысына тоқталып кетсек, баға дегеніміз білесіздер, әрбір тауардың сатып алушыға жеткізілгендегі соңғы бағасы, яғни ол нарықтық баға деп аталады. Нарықтық баға қандай жағдайда пайда болады? Нарықтық баға сұраныс пен ұсыныстың арасында, яғни сатушы мен сатып алушының арасында пайда болатын бағаны нарықтық баға деп атайды. Сұраныс дегеніміз бұл қажеттіліктің көріну формасы. Ақша қаржысымен қамтамасыз етіледі. Былайша айтқанда, сұраныс дегеніміз төлей алатын қажеттілік. Ұсыныс дегеніміз бұл нарықтағы тауар жиынтығы. Немесе тауар, немесе қызмет көрсетілетін, немесе банктердегі әртүрлі біз продукты дейді ғой, банковский продукт, яғни банк өнімі, солардың барлықтарын біз ұсыныс, яғни солар бізге беріп отыр, яғни бізге ұсынып отыр. Осыны тауарлар жиынтығы деп атайды. Баға дегеніміз жекелеген тауардың немесе қызмет көрсету түрінің белгілі бір кезеңіндегі қалыптасқан нарықтық нарқын айтамыз. Яғни сұраныс пен ұсыныстың арасындағы екі жақ келісімге келіп отырғандағы тауардың нарқын баға деп атайды. Бұл өндірушілердің немесе нарыққа қатысушы тұтынушылардың өз арасындағы бәсеке нәтижесінде қалыптасады. Бәсеке деп қолайлы өндіріс жағдайы үшін немесе нарықтың үлесі үшін қатысушылардың өзара күресін айтады. Сұраныс, ұсыныс, нарықтық баға және бәсеке категорияларының өзара байланысына және тәуелділік заңдылықтарына келесі тақырыптарда тоқталып өтуге болады. Қазіргі нарық құрылымы жағынан сан алуан элементтерден тұрады. Оның құрылымын әртүрлі белгілеріне қарай өзара байланысты бірнеше түрлерге бөлуге болады. Территориялық белгілеріне қарай нарық мынадай түрлерге бөлінеді. Дүниежүзілік нарық, еларалық бірлестіктер нарығы, ұлттық нарық, аймақтық нарық және жергілікті нарық. Осылардың әрқайсысына кішкене тоқталып өтейік. Дүниежүзілік нарық. Дүниежүзілік нарықта өздеріңіз сезіп отырғандай, біліп отырғандай, мемлекеттердің бір-біріменен бәсекеге түсе отырып, бір тауарды, бір өнімді алуы сұраныс есебінде соны өзіне қажеттілігіне, игілігіне тартуы. Немесе сол мемлекеттердің басқа мемлекеттерге, басқа мемлекет аралық одақтарға ұсынуы тауарларды. Міне осылай мемлекеттер арасындағы нарықтың бір-біріне бәсекеге түсу, нарықтағы бір-бірімен бәсекеге түсуі. Немесе кейбір мемлекеттер өздерімен түспеген күндерде мемлекеттің қандай да бір мемлекеттің тауары, айталық көлік айтатын болсақ, өздеріңіз білесіздер, дүниежүзілік нарықта көліктің түрлері барлығы бірдей сұранысқа қажеттілікті деңгейде бола бермейді. Ең бірінші өздеріңіз білесіздер, брендті тауарлар сұранысқа ие болады да, мысал ретінде алсақ, көліктердің арасынан алатын болсақ, онда өздеріңізге мәлім Toyota брендті автокөліктер, Мерс деген автокөліктер маркада жасалынатын, тағы да қандай бүгінгі таңда жақсы сұранысқа ие болып отырған ол BMW,
немістердің шығарып отырған тауарлар және басқа. Осы тауарлардың барлықтерінің әрбір мемлекеттен шығып отырғандықтан, сол мемлекеттер сол тауарлары арқылы басқа мемлекеттермен бәсекеге түсіп отырады. Міне осыны дүниежүзілік нарық деп атайды. Және де өзара одақтастық ұйымдардың да бір-бірімен бәсекелестігі болады. Мысалға, Еуроодаққа енетін мемлекеттер өздері жеке-жеке болмаса да, Еуроодақ, мысалға, айталық шығыс Шанхай ынтымақтастық ұйымы деген бар да. Мысалы, осы ұйымға кіретін көршілес мемлекеттердің шығарып отырған өнімдері Еуроодақтағы шығарып отырған өнімдерге бәсекелестікке түсіп отырып, нарыққа түседі. Міне осыны дүниежүзілік нарық деп атайды. Ел аралық бірлестіктер нарығы дейді. Бұл жерде экономикалық айырбастың ерекше формалары мен шарттары терең еңбек бөлінісі арқылы байланысқан бірнеше мемлекеттердің қатысуымен құрылған нарықты айтады. Яғни, бір мемлекет, мысалға, бір мемлекеттермен келісім шартқа отырып, бір тауарды шығаруы мүмкін. Яғни, осы қос мемлекет бір тауарды шығара отырып, басқа соған ұқсас тектес басқа мемлекеттер тауарды шығарып отырған жағдайда, осы одақ, яғни мемлекет аралық одақтардың арасында бәсекелестіктің туындауы әбден мүмкін. Келесі ұлттық нарық. Ұлттық нарықта бір елдің мемлекеттік шекарасының аумағымен шектелген жалпы ішкі нарық. Ұлттық нарықта белгілі бір нысанда өндірістің нәтижелері мен шарттарына байланысты экономикалық қатынастар дамиды. Бұл қатынастар нарық қызметінің шарты, ақша мен тауар айналысының болуын анықтайтын тауар-ақша формасы түрінде көрінеді. Келесі аймақтық нарық. Бұл бөлек территориялық бөлімше нарығы, яғни республика, облыс, аймақ, аудан болып бөлінеді. Келесі жергілікті нарық. Бұл кейбір елді мекендердің жиынтығы болып табылатын нарық. Негізінен мұнда халық тұтынатын тауарлар мен ақылы қызмет көрсетіледі. Нарықтық қатынастардың жетілу деңгейіне қарай нарықты дамыған, яғни кемелденген нарық, қалыптасу үстіндегі нарық және әртүрлі деңгейде бәсекені шектеу нарығы, олигополиялық немесе монополиялық деп бөледі. Осылай түрлерін атауға болады. Келесі айтылып өтетін нарықтық құрылым және инфрақұрылым. Нарықты көлемді тауар топтары, яғни азық-түлік және өндіріс тауарлары, бөлшек тауарлары, яғни көкөніс, мата, аяқ киім, теле аппараттар, автомобиль нарығы деп те бөледі. Тауар топтары нарығына нан, бөлке, макарон өнімдері және тағы басқалар нарығы жатады. Дегенмен, қандай жағдайда болмасын, ішкі нарық оның барлық тармақтарының, сегменттерінің қызмет жасауы да дамуы өзара байланысты және бір-біріне тәуелді болады. Бүгіндікке осы. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.